Атырауда орын алған резонансты оқиғаның мән-жайын анықтау үшін арнайы барған журналист Жанат Молдашева бұрын көпшілікке белгісіз болған деректерді жариялады. Бұл туралы мәдени портал.kz сайты хабарлайды. Журналист Instagram желісіндегі ресми парақшасында күдіктінің жұбайы Ақбаян Мұханғалиеваның денсаулығына қатысты мәліметті бөлісті. Оның айтуынша, бұл ақпаратты ресми мекемелерден нақтылаған. Полиция аса ауыр қылмысқа күдікті Сұлтан Сәрсемалиев екенін бүгін ғана ресми жариялады. Әйелі Ақбаян Мұханғалиева психдиспансерде есепте тұр. Осыған дейін құзырлы органдар Ақбаян Мұханғалиева мен Сұлтан Сәрсемалиев денсаулығына байланысты еш жерде есепте жоқ деп еді. Бүгін Ақбаянның жүйке ауруына шалдыққанын, есепте тұрғанын денсаулық сақтау басқармасынан білдім, деп жазды журналист. Аталған дерекке қатысты ресми органдар тарапынан әзірге қосымша түсініктеме берілген жоқ. Тергеу шаралары жалғасып жатыр. Қадірлі көрермендер, бұл ақпарат қоғам үшін ауыр әрі күрделі тақырыпты тағы да алға шығарып отырғандай. Резонансты істерде деректердің пайда болуы заңды. Бірақ мұндай мәліметтерді қабылдағанда сабырмен салқынқанды көзқарас аса маңызды деп ойлаймын. Денсаулыққа қатысты деректер өте нәзік мәселе. Ол біреуді ақтау немесе біреуді кінәлау үшін қолданылатын құрал болмауы керек. Мұнда ең бастысы тергеудің барлық жайтты жан-жақты, әділ әрі эмоциясыз қарастыруы. Қоғамда нақты шешім шықпай тұрып, асығыс қорытынды жасамауы тиіс шығар. Сонымен қатар бұл жағдай психикалық денсаулық тақырыбына деген көзқарасымызды қайта ойлануға себеп болған шығар. Шын мәнінде бұл жағдай медициналық мәселе деп ойлаймын. Адамдардың денсаулығы, әсіресе жүйке жүйесіне қатысты жағдайлар құпия сақталып, тек тиісті мамандардың бағалауында болуы керек. Бұл істе ең бастысы шындықтың ашылуы. Зардап шеккендер мен артта қалған балалардың қауіпсіздігі мен амандығы. Қалғанының бәрі заң аясында өз бағасын алады деп ойлаймын.